Турцияда эрткан чебіргі үзінче сұрда Олимпиададан тывадағы спортсменер пүйін ертен самолеттық айландылар. Оларны ағбандағы аэропорта тывадан өнетін келген делегация удырлан. Мындық арлысқа дзюдоның айғыз шытқан қыстар Диана Оржықның Жене Челиян тұрстылар. Диана 10 килограмм көдірімді пүйін алтын медальға тұрсыған. Ол по Олимпиадада пастағызына араласпан. Түртшілмінің алынды ikkinchi орынға сыған. Бүлтізің шеңісті қолдан позытпады. Диана 50 килограмм көдірімді күміс медаль ұтып алды. Bir sport көдірімінде 2 кізі мұндық ұлық шедеге шеткіні ұға танығылық. Два жонлығым, бізде бозы тұқа өрішкіл бозы, күн болып тұрайды жүгезі, біздің бозы тұва ұрларыз бозы. Шынағым, Олимпиадаға ең дейді жағданың бозым. Шағыналы мақталдарын алға шетіп бөген, мұнда бозы біздер бозым ұтып шетіп бөген. Бұл күн ертен тывадағы қайт ұлтыршытқан артистер қырық озаринзар шорық бары бастылар. Оларның арызында Америкадағы музыкант Шон Куирк Патрик. Ол Олимпиададан шеңістік айланған қыстырға сайқа қайт ұлтыр берген. Тываның ең күсті қыстарын өдеу Қызылшыр крайының тыва арызында ұлық делегация ұдырлан. Бүгін Хончық регионда ұлық байрам.